арнайлап бір шайға тәтті дайындамағаныңызға біраз болған болар, иә? Олай болса, бүгін отбасыңызды қуантып, дәл осы тәттіні дайындап, ауызашарға жақындарымызды шай басында жинап қуантайық. Неге енді бұл тәттіні десеңіз, дәмі мүлдем ерекше әрі өте қарапайым. Ұнға сары май мен қопсытқышты салып араластырып, бір жұмыртқа мен көкөністі крахмал саламыз. Сметанамызды да салып, жақсылап жоп-жұмсақ қамыр дайындаймыз. Қамырды тындырамыз және дәл осындай қасықтың көмегімен теңдей домалақ бөлшектерге бөліп, әрбір бөлшекті оқтаудың көмегімен домалақ етіп жайып шығамыз. Салмасына теркадан өткізілген алмаға біраз қасық сары май, ұсақтап туралған грек жаңғағы, какао немесе корица қоссаңыз болады. Тәбетіңізге қарай шекер қосып, суы толығымен тартылғанша табада қуырамыз. Жайылған қамырымызды дәл осылай жартысын кесіп алып, салмасын салып, дәл осы көріністе орап түйіп аламыз. Немесе өзіңізге ыңғайлы тәсілмен түйіп алсаңыз болады. Алдын ала қыздырылған 180 градуста пешімізде беті қызарғанға дейін пісіреміз және ыстық күйінде қант ұнтағын сеуіп дастарханға ұсынамыз. Бұл тәттіні алғаш рет YouTube каналымда бөліскен болатынмын. Ол жерде көптеген қыздар өздерінің рахметін жаудырған болатын. Сіз де егер дайындап көріп жатсаңыз, дәл осы видеоның астында өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз.